Саламатсыздармы оқушылар? Біз сіздермен өтетін тақырыбымыз сілтемелер. Сілтеме сабақтың мақсаты. Сілтемелер туралы түсінік алу. Сілтемелер дегеніміз не? Сілтемелер деп мақаланың немесе түсініктеме жазу барысында қолданылатын ақпарат көздерінен, негізгі мәтіннен тыс сілтемеге айтылады. Сілтемелер кейбір сөздерді түсіндіру үшін, ақпарат көзін көрсету үшін қолданылады. Нұсқамаларды қолдану құжаттағы ақпаратты қабылдауды жеңілдетеді. Сілтеме бізге қай жерде керек болады? Мысалы, сілтемелер бізге оқулықтар, әдебиеттер, журналдар, рефераттар, курстық жұмыстар жазғанда керек болады. Сілтеме екі түрге бөлінеді: қарапайым және соңғы. Қарапайым сілтеме ол беттің соңында орналасады. Соңғы сілтеме ол құжаттың соңында орналасады. Сілтемелер бірнеше элементтен тұрады. Сілтемелер бөлімінің өзі бірнеше элементтен тұрады. Бірінші бөлім оглавление, мазмұн элементі. Екінші сноски, түсіндірме элементі. Үшінші сілтемелер және әдебиеттер тізімі, ссылки и списки литературы. Келесі бөлім название, атаулар, предметный указатель, нысандық көрсеткіш, таблица ссылок, сілтемелер кестесі. Мазмұн, оглавление. Бұл элементтер құжатқа мазмұн қосуға мүмкіндік береді. Түсіндірмелер, сноски. Мұнда қарапайым және шеткі түсіндірмелерді қойып баптауға. Сілтемелер және әдебиеттер тізімі. Бұл топта ғылыми еңбектер негізделетін әдебиеттер тізімін басқаруға, қандай да бір ақпарат көзіне сілтеме қоюға мүмкіндік береді. Атаулар, мәтінде сурет немесе кесте атауларына сілтеме жасайтын басқару элементінің тобы. Сабақ түсінікті болса, мына тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші, сілтеме дегеніміз не? Басқару элементтері неше топтан тұрады? Түсіндірме элементі дегеніміз не? Осы сұрақтарға жауап. Оқушылар, бүгін біз сіздер білем Word мәтінлік программасыда меню қатарыда жайлашқан ссылки бөлімі білем танышамыз. У үшін аввал Word программасыны ішке түшіреміз. Word программасы ішке түшті. Біз бүгін адди ссылка, қарапайым сілтемелер білен танышамыз. Бұл үшін, мәселен, кітапның мұндарижасыны ішләп чықарыш керек. Қандай ішлейміз? Бұл үшін бірінші кітапта берілген мавзуларны yazып чықамыз. Біздің 6 сынып информатика кітабыда бірінші мавзуымыз эргономика хақыда түшінче. Yazамыз. Эргономика хақыда түшінче. Ikkinchi mavzuga masalan yazsaq bo'ladi: hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi. Rivojlanish tarixi. Uchinchi mavzuga yazsaq bo'ladi: kompyuter vazifasi. Masalan, kompyuter vazifasi. To'rtinchi mavzu. Bunga internet haqida tushuncha. Mana o'quvchilar, 4 betga 4 ta mavzu joylashtirildi. Endi buni qanday qilib mundarija qilamiz? Eng avvalam mana shu har bir yozilgan mavzuning stilini o'zgartamiz. Bu uchun kursorni matnning oxiriga yoki boshiga qo'yib, sichqonning so'ng tugmachasini bosib turib, matnni belgilab olamiz. Stil bo'limidan mana shu stilni tanladik. Ikkinchi matnni ham xuddi shunday sichqonning so'ng tugmachasini bosib turib belgilab,
stilini o'zgartamiz. 3-chi matnga ham, mavzuga ham shu amal bajariladi hamda 4-chi matnga ham mana shu amal bajarilib, mana 4 mavzuning ham stilini o'zgartdik. Endi menyu qatorida joylashgan ссылки degan bo'lim bor. Mana shu ссылки bo'limiga kiramiz. Bu ссылки bo'limi bir necha elementlardan tashkil topgan. Оглавление, сноски, ссылки из списки литературы, название, предметный указатель, tablitsa ссылок. Bugun biz sizlar bilan оглавление bo'limi bilan tanishamiz. Qolgan bo'limlarni keyingi darslarda ko'ramiz. Xo'p, оглавление bo'limida biz hozir yozgan mavzumizning stilini o'zgartdik. Endi kursorni bir joyga qo'yib qo'yamiz, mayli oldiga bo'lsin. Оглавлениеga kiramiz. Bu yerda bizga bir necha nusxasi berilgan. O'zimizga kerakli, o'zimizga yoqqan nusxani tanlaymiz. Mana men birinchisini tanladim. Mana bizda chiqdi. 4 ta mavzu qaysi betda joylashgani o'zi chiqdi. Endi оглавление ergonomika haqida tushunchani o'chirib tashlab, оглавление deganni mundarija deb almashtiramiz. Mundarija. Buni endi o'rtaga qo'yish kerak. U uchun kursorni matnning boshiga qo'yib, главный bo'limiga kirib, o'rtadan по центру deganni bosib, bir marta bosish orqali mana mundarija deganni o'rtaga qo'ydik. Agar dars tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'zimiz uyda kompyuterimiz bo'lsa, bir ishlab ko'ramiz.